Бұл бағдарлама зайырлы қоғамдағы діннің алар орын жайында. Мұнда діни сауаттылық негіздері, тұрақтылық тетіктері, қоғамның қауіпсіздігі жайында сөз қозғайтын боламыз. Ардақты ағайын, армысыздар, эфирде дін және заман хабары. Бүгін біз дін ғылымның атасы деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Олай болса, бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Әнет Баба облыстық мешіттің наиб имамы Темірханов Асылхан Нұртайұлы қонақта. Асылхан Нұртайұлы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдымен осы діндегі керемет ғаламат жайлы айтпас бұрын Құранның қасиеттілігі туралы тоқталсақ, Құранда жалпы неше сүре бар? Құран қасиетті кітабы нені қамтиды? Ассаламуалейкум, қадірменді арқа төсінің көрермендері. Бүгінгі тақырыбымыз өте бір керемет, дін ғылымның атасы деген тақырыпта өте бір жақсы эфир болғалы тұр. Енді сіздің сұрағыңыз өте бір осы бүгінгі тақырыбымызға тұздық болып отыр. Құран қасиетті кітап. Құран 114 сүреден 6666 аяттан тұрады. Енді кейбір деректе 6666 аят дегенмен, мысалы бір аят бірнеше рет қайталанғаннан кейін, оны 6234 деп түсіргендер бар. Жалпы бұл жердегі жалпы саны 6666 аят екені ол мәлім. Сонымен қатар Құран-ы Кәрім алғашқы біздерде енді кешегі Абырай Алтынсарин аталарымыздың айтып кеткендей, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық дегендей, қасиетті Құран-ы Кәрімнің ең алғашқы түскен сүресі адамзатты, барлық адамзаттың барлығын, оның діні не бөліп, немесе оның түр-түсіне бөліп, немесе оның ұлтына бөліп жармай, барлығына бірдей оқы. Жаратқан Раббыңның атымен оқы деген үлкен керемет нұсқаулық берілген. Ал енді сол қасиетті Құран-ы Кәрімнің осы әлемге келгелі періште арқылы түскеніне 14 ғасырдан астам уақыт өтті. Сол әлі де өзінің құндылығын жоғалтқан жоқ. Жылдан жылға, ғасырдан ғасырға ол өзінің керемет кітап екендігін, және де тек қана бұл кітап қана емес, ғылымның нағыз бір атасы екенінде дәлелдеп келе жатыр. Бүгінгі ғалымдар жаңалыққа башып, міне бір тамаша таптық деп жатқан дүниенің барлығы кезінде Құран аяттарында айтылып кетті делінеді. Әрине. Осыған тоқталып өтсеңіз. Әрине. Енді біз өзіміздің қарапайым ғана денеміз, мүшемізден бастайтын болатын болсақ, қолымыз мысалы. Қолымыз біздің саусағымыздың өзін, сіз жақсы білесіз, бұл саусақтың өзінің, әр саусақтың өзіндік бір стилі дейміз, өзіндік бір өрнегі бар. Соның өзінде қазіргі таңда мысалы бізде қанша ғылым дамығанмен, осыны құқық қорғау органдарының адамдары өздеріне қажетті болған, осыған сай қажетті болған мамандар осыны өзінің саусақ бедерін байқап, яғни әр адамның жеке саусақ бедерін алып, отпечатка пальца деп айтылады, жалпы саусақ бедері, соны өздерінің ең бір таптырмас құндылықтарына да балады. Сонымен қатар енді осы саусақ іздерінің жайында қасиетті Құран-ы Кәрімде сендер дүниеден өткеннен кейін қайтадан тірілесіңдер, тіпті сол сендердің саусақ іздерінде бірге соларды қайтадан қалыптастырып жасап шығамыз деген мәселені айтады. Яғни Алла Тағаланың адам баласы дүниеден өткеннен кейін, біз енді түсінігіміздегі бар нәрседе Алла Тағала адам баласы дүниеден өткеннен кейін қабірдің өзіндік бір қабір әлемінде болатындығын, одан кейін өтіп әлемдерден келіп адам баласы қайтадан жаратылатындығын ғылым дәлелдеп келе жатыр. Соны да қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады. Яғни сендердің тіпті саусақ іздеріңе шейін қайтадан жаратамыз дегенді, міне көрдіңіз бе? Біздің саусақ ізіміздің ешкімге ұқсамайтындығын. Мүмкін ол бір анадан туы мүмкін, ол мүмкін егіз болуы мүмкін, бірақ бәрібір де ұқсастық болуы мүмкін, мінезінде ұқсастық болуы мүмкін, бірақ саусақ ізінде мүлдем бір ұқсастық жоқ екен. Бұл да бір Алланың кереметтілігі. Осы кезде керемет бір сөз есіме түседі, кешегі бабалардың айтып кеткен шеберді шебер дегенше Алланы шебер десейші дейді. Жұмыртқаны құс қылған, қарды жауып қыс қылған дейді. Сонымен қатар бұл мысалы біздердің күнделікті жауын шашын, ауылда әжелеріміздің, аталарымыздың көздерін көріп өстік, сонда әжелеріміз бір күн қатты бір, өзіңіз есіңізде ғой, қатты бір күн күркіреген кезінде Ла иля илlallah, ла иля илlallah дейтін. Сонда не айтып жатыр десек,
қазір енді ғылымды, дінді кеңінен танып, осы дін жолында насихатты жүргізген кезде ла иляха иллаллах деп айтып жүргендері Алладан басқа тәңір жоқ деген сөз екен. Сол жаңбырдан шығып жатыр ғой сөз. Сонда жаңбырдың жауында өзіндік бір үлесі бар екен. Мысалы біздегі жер бетіндегі барлық сулардан, жалпы жер бетінен 1 секундта 16 миллион тонна су, яғни көкке бу болып көтеріледі екен. Енді жылына есептелінетін болса 505 мың триллион тонна су көтеріледі екен. Енді соны өзіңіз қараңыз. Жауын шашынның бір жылдық мөлшері, яғни жерге түсетін жауын шашынның мөлшері дәл сондай екен. 505 тонна триллион тонна су. Осы турасында ғылым енді дәлелдеді. Бірақ оны 14 ғасыр бұрын қасиетті Құран-ы Кәрім айтып кеткен. Яғни бұлттардың бірігіп бұлттардың тозаңдану арқылы жерге жауын шашын түседі деген мәселені айтып кеткен. Өзіңіз білесіз ғой, бұлттар сығылысу арқылы, сығылысу атмосферасы арқылы олардан бізге жаңбырдың жауатындығы белгілі. Сонымен қатар енді жауын шашынды айттық, адамның жаратылысын айттық. Солардың қатарында мысалы екі теңіздің бір-бірімен қосылмайтындығын. Екі теңіз бар. Екі теңіз. Бірақ сол екі теңіздің суы бір-бірімен қосылады. Бірақ қосылғанда бір-бірімен жанына дәл келіп тұрады, бір-бірімен қосылады, жанасады. Бірақ бір-бірінің балығы біріне, бірінің балығы біріне өтпейді. Тіпті суының да былайша алғанда кристалдары өзгермейді екен. Бұл да бір ғылымның атасы екендігін. Енді бүгінгі тақырыбымыздың өзі дін ғылымның атасы деп тұр ғой. Сонда Абай атам Мұқағали ақиық ақын айтады ғой. Дін ғылымның атасы дейді. Ғылым діннің баласы дейді. Дін ғылымның анасы, дін ғылымның көкесі дейді. Сонда бұның өзінен ақ байқаймыз. Әлі де ашылмаған сырлары көп. Әлі де Құран-ы Кәрімнің, қасиетті Құран-ы Кәрімнің сырлары жирелік. Сонымен қатар бұл ғылымның әлі де ашылмаған сырларымен қатар Құран-ы Кәрімде әлі де қаншама мысалы, жаңа 6666 аяттың 80% деп айтсақ болады, артық айтпаймыз. Ғылымның ең бір кең бір етек жайған, яғни ғылымды кеңірек бір насихаттайтын бірден бір бөлігі болып табылады. Мысалы ғылымда егер біз аспаннан жоғары қарай көтеріле берсек, не болады? Атмосфера тарыла береді, ауа қысымы тарыла береді. Яғни біздің оттегін жұтуымыз әлсірей береді деген сөз. Яғни біз азырақ оттегін жұтамыз. Сол турасында да қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады. Алланың тура жолынан нұсқаған адамдар, олар Алланың алдында сондай бір ақ болған, Алланың алдында сауабы еселенген жандардың қатарынан. Ал Алланың хақ жолынан тайған адамдар, олар құдды бір көкке көтерілген адам сынды тынысы тарыла береді дейді. Көрдіңіз ба? Қандай ғылымның ерекшелігі. Яғни ғылымның қасиетті Құран-ы Кәрімде міне осындай мағынада аят келеді. Ал біздің ғылымымыз, яғни адам баласының сонда 14 ғасыр бұрын жоғары қарай көтерілген сайын оттегінің азаятындығын қасиетті Құран-ы Кәрім жар салып айтып кеткен. Құранда тағы бір былай келтіреді: ей адамдар, сендердің бүгінгі табынып жүргендеріңнің барлығын жинап алып келсеңдер де, дәл Алладай олар бір шыбынды да жарата алмайды дейді. Әрине, дұрыс айтасыз. Осының өзі бір Алланың ерекшелігінде, құдіреттілігінде. Мысалы үшін қазіргі адамдар бір соқыр сенімнің соңында жүріп, кез келген затқа табынып, я болмаса әрбір адам дәулие қылып кетті ғой. Әрине. Оны кешегі бабаларымыз айтып кеткендей, емшіге ерме, балгерге сенбе деген екен. Балгер деген ол түсінікті енді. Балгерді дінімізде де айтады. Алланың алдында олардың титтей де болса қадірі жоқ дейді. Және де ол балгерлер жайында айтады. Шайтанның лас істерін арақ ішуден, шайтанның лас істерінен құмалақ ашудан сақтаныңдар. Өйткені олар Алланың алдында ешқандай бір құны жоқ. Алланың алдында үлкен жауапкершілігі болатын күнәлі істердің қатарынан деген мағынада аяттар келеді. Адамнан сұраған мұрттай ұшар, Алладан сұраған құстай ұшар деп. Сондықтан Алладан әр нәрсені, дұғамызды, тілегімізді, тіпті қарапайым ғана
болған нәрселердің барлығын біздер бір Алладан ғана сұраймыз. Себебі Алла барлығын біздерге беруші, күш құдірет иесі. Қанша жерден осы ғылым тапты, жаңалық ашты деп жатқан күннің өзінде де ол түптеп келгенде жаратушы иенің бір құдіреттілігі ғой. Әрине. Жалпы өзі айтады ғой, дінсіз жерде дамыған ғылым адамды имандылықтан айырады деп. Осының өзінде үлкен бір астар жатыр емес пе? Әрине. Бұның өзінде үлкен бір астар жатыр, яғни дінсіз негізі былайша алғанда дінсіз ғылым, ғылымсыз дін жоқ. Екеуі де былайша алғанда құстың қос қанаты сынды. Егер бір адам мысалы дінді түсініп, бірақ оны дінді тек қана бетін ғана түсінетін болса, қайма оның түбіне қарай бойламайтын болса, ол адамда да кішкене бір түсініспеушілік пайда болады. Өзіңіз білесіз, қазіргі таңда біздің қоғамымыздағы бар жат ағым өкілдерінің де көпшілігі дінді тек үстінен ғана түсініп қалған. Сондықтан Абай атамыз айтады ғой, жақсылап ойланып, таза иманды тап дейді, сенімді тап дейді. Сол сияқты адам баласына бұл жерде дінді ұстайтын адамға да ғылымнан да кенде болмаған дұрыс. Ғылыммен айналысатын адамды ол басқа нәрселерге қарай бағытталып кетпес үшін, басқа нәрсені өзіне бір пір тұтып кетпес үшін, әрине оғанда қажет болатын нәрсе дін, яғни діннің шектеуі. Өздері мысалы қаншама ғалымдар, қаншама жаңалықты ашып жатты, сонда олар қасиетті Құран кәрімнен сол аяттарды, сол сөздерді көрген кезде бірден иман келтірген ғой. Өзі айтады ғой, керемет бір ғалымдар айтып кеткені бар. Ақылды адамның соңғы тоқтайтын аялдамасы ислам діні деген екен. Сонда дін адам баласына, дін дегенде енді көп қой, дін дегенде ұғым көп. Мысалы протестанттық, православдық, жаңағы христиан дінінің бұл бөліктері бар. Буддизмді дін деп, мысалы юдаизмді дін деп жатады. Бұл жерде айтайық, ақылды адамның соңғы тоқтайтын аялдамасы ислам діні деп нүктеге түсін қойсақ әдемі болатын сияқты. Сондықтан да болар, мысалы үшін шетелдік небір оқымыстылар осылы өзінің ізденісінің нүктесін келіп ислам дінінен тауып жатыр ғой. Әрине. Мысалы үшін айды бағындырғандардың өзі сол айда азан даусының естілуін мысалы үшін құдіретке балап өздері осы ислам дініне бет бұрып жатқандар да бар ғой. Әрине, иә. Енді айды зерттеген ғалымның қонақ үйге келіп демалып таңда енді тұрады ғой, таңда тұрған кезінде сол дауыстың естіледі. Сонда мен енді қалай бұл айда естілген дауыс мына жерде қалай естіліп жатыр деген сияқты ой келіп, сонда сұрайды ғой жаннан. Бұл не деп ізденеді, сұранады, сол кезде айтады, бұл азан дауысы. Сонда таң қалады. Қалай айда естілген азан дауысы бұл жерде қалай естіліп жатыр? Сонда Алланың жаратушы жаппар иенің былайша алғандағы кереметтілігін сол кезде біліп, жүрегін Алла иман беріп, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген керемет сөзді айтады. Енді Исаак Ньютонды білмейтін адам жоқ. Сол кісі айтқан екен ғой, Ньютон ғалым. Бұл өмірдегі барлық жаратылысты бір басқарып тұратын бір басқарушының бар екенін білем. Соған мен қалтқысыз сенем деген екен. Мен айтамын, Алланың жаратылысының құдіреттілігі сонша әрбір жердегі мысалы үшін жансыз дүниені адамның белгілі бір мүшесімен байланыстырып ұқсастырып қойған. Жай ғана бір жаңғақты алып қарасаңыз, адамның миына соншалықты ұқсаған, сондай мысалы үшін мидың әрбір қыртысына дейін жаңғаққа ұқсасып келген. Әрине. Бұл да бір Алланың жасап қойған кереметі ғой. Кереметі, иә. Алла тағаланың жасап қойған кереметтері көп. Мысалы біздің қолдарымыздың өзінде, мысалы біздің саусақтарымыздың өзі қимылдауының өзінде қаншама мысалы тамырлар қимылдайды. Мысалы біз ойлаймыз ғой, тек бір саусағымыз ғана қимылдаттық деп. Бірақ ол жерде қаншама біздің тамырларымыз қозғалып, қаншама буындарымыз қозғалып, әрекет жасау арқылы болады екен. Енді біз адам баласы Алланың қалауынсыз бірде-бір шиді сындыра алмайды, немесе бірде-бір шиді орнына келтіре алмайды. Жаңа 5 уақыт намаздың өзі былай қарасаңыз, жай қарапайым адам 5 уақыт намазды бір намаз деп қана ұғады. Шындығында ол, мысалы үшін Алла аманат етіп кеткен 12 мүшенің саулығы үшін жасалатын үлкен амал ғой, әрбір қимыл. Әрбір қимылдың өзінде адам өзі мысалы қаншама қазіргі таңда жаңалықтар ашылып жатыр, қаншама кереметтіліктер, намаздың кереметтілігі болып жатыр. Соның бір кереметтілігін мысалы рак ауруына шалдыққан адамның содан құлан-таза айығып кеткендігі бар. Рак ауруына шалдыққан, бірақ ол кезде намаз оқымайтын екен. Бірақ намаз оқып Алладан сұрап, бізде енді жаңағы айтып отқандай Алладан сұраған
құстай ұшар адамнан сұраған мұрттай ұшар деген Алладан сұрағаннан кейін Алла біздің тілегімізді дұғамызды қабыл қылады ғой. Сонда мысалы намаздың адам баласының дертіне шипа болғандығын және де ғылымда да дәлелдеген екен. Яғни адам баласы күніне мысалы осындай бір амал әрекет, яғни іс-қимыл жасау керек дейді ғой. Мысалы біз таңертең тұрып жаттығу жасаймыз мысалы. Жалпы енді салауатты өмір салтында таңертең тұрғаннан кейін жаттығу жасалады, мысалы қолын қимылдатады, басқа жерлерін, мысалы қажетті болған ағзаларын қимылдатады. Сол сияқты сол керемет осы ғылымды зерттеген, яғни адам баласының өмірінің ұзақ болуы үшін, өмірінің берекелі, сол күннің бір адам баласы өзі кей кезде айтып жатамыз ғой, мысалы бір адамдар бір ашуланып тұрып жатқан кезде не сол аяғымен тұрдың ба деп айтып жатамыз ғой. Неге сол аяғымен тұрдың ба, неге бізден ашуыңды алып жатсың, ит ашуын тырнадан алады деген сияқты сөз тіркестерін қолданып жатамыз ғой. Сонда сол адам баласының күні бойы бір көңілді жүру үшін, күні бойы солда бір көтеріңкі көңіл күйде, сондай бір өзін сергек сезіну үшін қолданылатын жаттығулар бар екен. Сол жаттығулар және оның бір уақыттары бар екен. Сонда қараңыз, Алланың құдіреті шексіз. Сол уақыттармен намаз, 5 уақыт намазының уақыты сәйкес келеді екен. Және дәл сол қимылдарды сол уақытта жасалу керек екен. Намазда бүгілеміз, біреулер ойлайды ғой, не керек маған қайта-қайта бүгіліп жатып тұрып, не керек маған деген сияқты ойлайды ғой. Ол олай емес. Ондай тар түсінікте болмауымыз керек. Кешегі Абай атамыздың өзі айтып кетті ғой. Ораза, намаз, қажылық талассыз, жақсы болсаң бәрін тұт, бәрін тегіс деді. Енді бұл жерде ораза деп мен өзім халыққа бір жеткілікті болсын деп тұрмыз. Негізі түп нұсқасында былай келеді. Руза, намаз, қажылық талассыз. Руза деген енді ораза деген кеңінен мағынаны шығаруға болады. Олай болса, Асылхан Нұртайұлы осы қасиетті Құран кітабының ерекшелігі туралы, жалпы жаратылыстың құдіреті туралы сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Осы Бұхара мен биліктің арасында, жалпы Бұхара халықтың арасында алтын көпір болып келе жатсыздар. Сіздердің қызметтеріңізге шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, Дін және заман хабарының бүгінгі саны осымен тәмам. Жүректеріңізге иман нұры құйылсын.